Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін сендерді көргеніме өте қуаныштымын. Кәне бірінші біз танысып алайық, өзіміз таныстырайық. Мен Қалбаев Рәлім. Мен Райна Ғабиденұлы Әмірханұлы. Мен Марал Бақтыбайқызы. Балалар, біздер бүгін Жанартауға тәжірибе жасайтын боламыз. Жанартауға қандай заттар қажет екенін Марал айтып бере қойшы. Су керек, ыдыс жуғыш керек, бояғыш керек, лимон қышқылы және ас содасы керек. Және құйғыштар керек екен. Тамаша. Ал Жанартау деген бұл не зат екен? Жанартауды білесіңдер ме? Жанартаудың атқылағанын көрдіңдер ме? Иә. Ал Жанартау неден пайда болады екен? Жер асты. Дұрыс, жер астында газ пайда болады. Сол газ жердің астына сыймаған уақытта тауда саңлақтар пайда болады екен. Сол саңлақтардың арасынан атқылап, от шашылып, топырақ араласқан, балшық араласқан жалын шығып, мына таудың үстіне жаңағы төменгі арада бәрі ағып кетеді екен. Сол кезде атылады, аспанға атылып, будақтаған қара түтін пайда болады екен. Бұл Жанартау біздің Қазақстанда болып тұрады ма? Жоқ. Бұл қай елдерде болады екен? Қандай елдерде болады? Білеміз бе? Олар шет елдерде болады, Жапонияда, Америкада. Уақыттары болған кезде теледидардан тағы да қарап біліп үйренуімізге болады екен. Тамаша, олай болса, әлі тек шамалы суды құя қой. Көп құймаймыз, тек шамалап су құямыз, шамалы. Тамаша, жарайды. Енді оған тек боямақты құя қой. Боямақты құя қой үстіне. Құя бер. Осы түс береді бізге осы боямақ. Құя бер. Тамыз. Тамаша. Енді ана жерден аламыз да, мына ыдыс жуғыш сұйықтықты құятын боламыз. Құя қой. Құясын. Түрлері асықпа. Бәрі кетті, жарайды. Көп бұйылетін, жарайды. Енді оның үстіне қазір лимон қышқылын саламыз. Лимон қышқылын сала қой. Қазір лимон қышқылын сала қой. Тағы салып, тағы да салып. Жақ арасына араласатын жарышын көрмейді. Тамаша. Жарайды, жақсы. Ал сен болса енді оған ас содасын сала қой. Ас содасын салып қойып. Енді ас содасын салып біз бақылаймыз. Жарайды, ас содасын салып болдық. Енді қазір бізде Жанартау атпауға дайындалып жатыр екен. Бірақ бізде шамалы су аз болып қалған сияқты, енді оның үстіне шамалы араластыру үшін су жіберейік. Бізде қазір Жанартау ішіне көрдіңдер ме балалар? Таудың ішіне газ көбейген уақытта бізде Жанартау жоқ қима, өзі келе жатыр, асықпай, бірден ағып деп жатқан жоқ, жайлап көтеріліп жатыр. Жанартау өстіп балалар пайда болады екен. Жанартауға бет уақытпайды, негізінде бүйді қаптаған. Негіз бар ғой, химиялық элементтерді қосқанда, онда ол қатты атқылап жасалады. Уксуспен жұмыс жасалады. Уксус алған уақытта онда деген өте қиын болады. Өйткені сендер әлі кішкентайсыңдар, бір жерден танып кетсе жарақаттанып қалуы мүмкін. Сондықтан біз өзімізге ыңғайлы уксус өте ол деген балдардың адамның қолына денесін танып кетсе, ол жерін жарақаттайды екен. Тамаша. Балалар, сендерге ұнады ма бүгінгі біздің? Иә.
бұл әлде де астында реакция болады да, әлде де ол шығып аға береді. Мамадан. Мынаны тастай. Ал балалар, сендерге бүгінгі жасаған тәжірибеміз ұнады ма? Көп ұнады. Қатты ұнады ма? Жаңа, тамаша. Біз балалар бұны қыс мезгілдерінде де жасап жүрген болатынбыз, әртүрлі ғой. Не дейміз? Әне экранға қарап балалар біз қоштасайық. Пока. Сау Сау болыңыздар. болыңыздар дейміз, рахмет.